Ынтымақ мекені. Күндердің бір күнінде бір ауылда мұсылман, христиан және Будда дінін ұстанатын 3 көрші қатар тұрады екен. Олар әр мейрам сайын бір-біріне сыйлық беріп, қуаныштарымен бөлісіп жүреді. Рамазан айында мұсылман көршісі ауызашарға шақырса, Рождествода христиан көршісі барлығына тәтті нан пісіріп таратады екен. Ал Будда дінін ұстанатын көрші жаңа жыл сайын тыныштық пен мейірімділік туралы әңгіме айтып, достарына сәттілік тілейді. Бір күні ауылға келген бейтаныс адам: «Сендер әртүрлі діндес бола тұра, қалайша тату-тәтті тұрасыңдар?» деп сұрайды. Сонда ең үлкені күліп: «Бізді біріктіретін бұл адамгершілік пен құрмет. Сенің сенімің басқа болуы мені жақсы көрмеуге себеп емес, қайта сені тануға, түсінуге жол ашады» деп жауап береді. Содан бері бұл ауыл ынтымақ мекені деп аталып кеткен екен.